Бүгін біз Эзоптың атақты шегіртке мен құмырсқа мысалын ағылшын тілінен қазақ тіліне аударылған аудармасымен танысатын боламыз. Аударма барысында ағылшын тілінде сөйлемдер қалай жасалынады және көптеген сөздердің аудармаларымен танысатын боламыз. Сонымен бастадық. The grasshopper and the ant. Grasshopper деген шегіртке және құмырсқа. Aesop fables. Эзоптың мысалдары. Бірінші сөйлем. One bright day in late autumn, a family of ants were bustling about in the warm sunshine. Өтірге дейін сөйлемді аударып көрейік. Бір bright деген жарқын, жарық дегенді білдіреді. Бір жарқын күні, жарық күн немесе. Late autumn деген мынау күз деп аударылады, ал late autumn кешкі күз, соңғы күз немесе күздің соңғы айлары, күздің аяғы. Күздің аяғында бір жарқын күні a family of ants, құмырсқалардың отбасы, құмырсқалардың жалғау ofты білдіреді. Отбасы, bustle about деген әбігерлену, әбігерге салыну, күйбең қағу дегенді білдіреді. Күйбең қағып жүреді. In the warm sunshine, жылы күннің шуағында. Сонымен бір жарық күні күздің аяғында құмырсқалар әбігерге салынып жүреді. In the warm sunshine. Не деп әбігерленіп салынып жүреді? Drying out the grain they had stored up during the summer. Жаз бойына, during the summer, жаз бойы мынау store up деген жинау, сақтау дегенді білдіреді. Өздері сақтаған, жинаған дәндерін кептірем деп. Dry out деген сыртқа кептіру деген сөз. Кептірем деп әбігерге салынып жүреді. Ары қарай сөйлем жалғастырамыз. When a starving grasshopper with his fiddle under his arm came up and humbly begged for a bite to eat. When деген сол кезде қарны өте аш, starving деген өте аш, hungry деген жай аш дегенді білдірсе, starving деген қарны өте аш деген сөз. Қарны аш шегіртке қолының астында скрипкасы мен жақындап келеді. Came up деген жақындап келу дегенді білдіреді. Және кішіпейілдене, ұяла немесе сыпайы деп аударылады. Жалына сұрайды. Beg деген сұрау немесе жалына сұрау деп аударуға болады. Нені сұрайды? Жеу үшін bite деген тістеу деген сөз. Тістеу бір кусок деп те аударуға болады. Орысша айтқанда бір үзім нан деген сияқты қазақшаға аударуға болады. Сонымен жалына сұрайды, жеу үшін тамақ сұрайды. Сонымен осы сөйлемнің барлығын әдемі етіп жасасақ, күз аяғының бір жарқын күнінде құмырсқалар жылы күн шуағының астында жаз бойына жинаған дәндерін кептірем деп әбігерленіп күйбең қағып жүреді. Сол кезде қолында скрипкасы бар, қатты ашығып жүрген шегіртке құмырсқаларға жақындап келіп, жалына жеуге тамақ сұрапты. Ары қарай сөйлемімізді жалғастырайық. What? Cried the ants in surprise. Haven't you stored anything away for the winter? What in the world were you doing all last summer? Не? Айғайлады құмырсқалар таң қала. In surprise. Таң қалу эмоциясында деген сөз. Қыс үшін for winter сен ештеме сақтамадың ба? Stored anything away. Store away деген бір нәрсені сақтау. Store up немесе store away деген бір нәрсені сақтау, жинау дегенді білдіреді. Now last summer деген алдыңғы жаз бойына. All last summer бүкіл жаз бойы, бүкіл алдыңғы жаз бойы мына әлемде in the world не істеп жүрдің? Енді бұны әдемі сөйлем етіп жасайық. Не дейді? Қыс үшін ештеме сақтамап бедің? Кешегі жаз бойына не істеп жүрдің деп құмырсқалар таңдана айқайласыпты. Немесе таңдана айқайлапты деп аударуға болады. Келесі сөйлем. I didn't have time to store up any food. Менің уақытым болмады. I didn't have time. Не үшін? To store up any food. Қандай да бір тамақты сақтау үшін уақытым болмады. Whined the grasshopper. Whined деген қыңқылдау. Шегіртке солай қыңқылдапты. I was so busy making music that before I knew it, the summer was gone.
мен қолым соншалықты бос болмады, музыка жасаймын деп. Мен сол нәрсені білген кезде жаз біткен болатын деп, міне summer was gone, summer жаз айы, жаз мезгілі біткен болатын. Енді бұны әдемі сөйлем ретінде жасайық. Менің тамақ сақтауға уақытым болмады, әндетемін деп, қолымның бос болмағаны соншалық жаздың бітіп қалғанын байқамай қалыппын деп қыңқылдапты деп аударамыз. Келесі, the ants shrugged their shoulders in disgust. Құмырсқалар, disgust деген жиіркенішпен, жиіркеніште деген сөз. Shrug their shoulders, иықтарын көтерді, иықтарын қиқаң еткізді деп аударылады. Бұны қазақшада біз былай аударсақ болады: құмырсқалар болса шегірткеге түсінбестікпен таңдана қарапты, сонда жиіркене қарапты, түсінбей иықтарын көтеріпті деп аударуға болады. Making music were you, they cried very well, now dance. And they turned their backs on the grasshopper and went on with their work. Әндетіп педің солай ма? деп олар айқайлапты. Жақсы, қазір биле. Және олар turn деген бұрылды, their backs арқаларымен бұрылды, шегірткеге қарай, шегірткеге арқаларымен бұрылды, және went on деген жалғастырды, өздерінің жұмыстарын жалғастырды. Went on деген, бұны go on деген сөздің өткен шағы, go on деп екеуі тіркес болған кезде жалғастыру деп аударылады. Сонымен сөйлем ретінде әдемілеп жасасақ, әндетіп педің, жақсы екен, ал ендеше биле деп айқайлапты құмырсқалар. Немесе деп айқайлапты да шегірткеге теріс қарай бұрылып, әрі қарай жұмыстарын жасауды жалғастырыпты. There is a time for work and a time for play. Еңбек үшінде және ойын үшінде өз уақыты бар деп аударамыз. Сонымен біз осы сабақта мына сөздермен таныстық. Grasshopper деген шегіртке, ant деген құмырсқа, bright деген жарқын деп аударылады, яғни сын есім. Мысалы, жарқын болашақ дейтін болсақ, bright future дейміз. Day деген күнді айтады, бүгін дегенді today дейді. Мысалы, sunny day деген rainy day деп те мысалдар жасауға болады. Жаңбырлы күн, шуақты күн деп мысалдар жасасақ болады. Late деген кешкі, соңғы, жаңағы late autumn, кешкі көктем, кешкі күз, late spring, кешкі көктем деп сөздер жасасақ болады. Autumn деген күз, family деген отбасы, bustle немесе bustle about деп те айтуға болады. Әбігерлену, әбігерге салыну. Warm деген жылы, мысалы warm day, жылы күн. Sunshine деген күннің шуағын айтады. Келесі, dry деген сын есімде және етістікте болатын сөз, құрғақ. Мысалы, dry towel, құрғақ сүлгі. Ал dry'ды етістікте жасауға болады. Dry кептіру. Мысалы, dry the towel, сүлгіні кептір деп сөйлемдер жасай аламыз. Dry out деген сыртта кептіру деп аударсақ болады. Grain деген дән. Store up немесе store away немесе store деп те қолдануға болады. Сақтау, жинау дегенді білдіреді. During деген, мысалы, during the summer, жаз кезінде, жаз бойында, жаз кезде деп аударылады. Summer деген жаз, starving деген қарны қатты аш дегенді білдіреді. Under деген астында деген сөз. Мысалы, under the table, үстелдің астында, ал егер үстелдің үстінде дейтін болсақ, on the table дейміз. Arm деген қол, fiddle деген жалпы ескі, бұл өте көне инструмент, сондықтан скрипка деп қазір fiddle деп айтпайды, скрипканы violin дейді, бірақ көне инструментті айтқан осылай скрипка болып аударылады. Come up деген жақындап келу деген сөз. Келесі, humbly деген сөз, үстеу сөз. Бұл кішіпейілдене, сыпайы, ұяла, ұлы басын кішіретіп деген мағынаны білдіреді. Beg деген жалыну, жалына сұрау деп аударылады. Bite деген бір тілім, бір үзім нан, бір тілім нан, бір үзім, бір шоқ деп аударсақ болады. Eat деген жеу, what деген сөз не деген сөз, cry деп айқайлау деп аударылады, немесе жылау дегенді де білдіреді. Surprise деген таң қалу, world деген әлем. Келесі сөздер, last деген алдыңғы, мысалы last summer, алдыңғы жаз, last winter, алдыңғы қыс деп
сөзді аударамыз. Food деген тамақ, wine деген қыңқылдау, busy деген қолы бос емес, make music музыка жасау, музыка шығару, ән шығару деген сөз, before деген алдын, know деген білу деген сөз, summer was gone жаз біткен болатын, жаз кеткен, go деген кету деген сөз, жаз кеткен болатын деп аударамыз. Shrug the shoulders иықтарды қиқаң еткізу, яғни иықтарды көтеру деген фразалық сөз. Disgust деген жиіркеніш, жек көру деген сөз. Very well өте жақсы, өте жақсы. Dance деген билеу. Turn backs теріс қарай бұрылу. Turn деген жалпы бұрылу деген сөз. Мысалы turn right, turn left оңға бұрыл, солға бұрыл. Turn your back артқа теріс қарай артыңмен бұрылу деген сөз. Go on деген жалғастыру, time уақыт, work деген жұмыс, play деген зат есімде етістікте ойын немесе ойнау деп аударылады. Енді біз осы сабақта Эзоптың атақты шегіртке мен құмырсқа мысалын ағылшын тілінен қазақ тіліне аудардық, және аудару барысында көптеген сөздердің аудармаларымен танысып және сөйлемде қалай қолданылатынын үйрендік.